Армысыздар, құрметті тыңдармандар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода аяқ-қолдың үнемі мұздап жүруі себебі неде? Осы туралы болмақ. Менің арнама тіркеліп, подписация кнопкасын басып, лайк батырмасын басып кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз маған шабыт береді. Қысы-жазы қол-аяғы жылынбайтын жандар бар. Тіпті тоңумен қатар аяқ-қолдары дымқыл болып жүретіндер де жиі кездеседі. Үнемі мұздап жүрудің себебі неде? Аяқ-қолдың мұздай болуы қан айналымына тікелей байланысты. Қан айналым адам бойындағы температураны қалыпты жағдайда ұстайды. Аяқ-қолы жылынбаса, онда анемия, артерия тамырларының бір аймағында тұйықталуы немесе басқа мәселелер болуы мүмкін. Мамандардың айтуы бойынша бұл жағдай көбіне әйелдерде кездеседі екен. Себебі нәзік жандылар сезімтал келеді. Бауырға зақым келсе де аяқтың тоңып жүруі ықтимал. Өйткені бауыр адам ағзасына энергия алмасуына қатысады. Дегенмен, мұндай кінараты бар адамдарға бұл мәселені жеңудің жолы қиын емес. Ол үшін біріншіден кеңірек киім кию керек. Мысалы, бір өлшем артық аяқ киім, сәл кеңдеу көйлек кигеніңіз абзал. Яғни дене мен киім арасындағы жылы ауа қабаты пайда болғаны дұрыс. Ол денені жылытады. Сала мамандарының айтуынша, аяқ-қолды жылытудың тағы бір шешімі өткір дәмді азық-түліктерді жиі тұтыну. Олар тамырды кеңейтеді. Жүректегі қан айналым белсенділігіне жол ашады. Дене қызуын көтереді. Ащы бұрышта қан ұюының алдын алады. Өйткені оның құрамында А және С дәрумендері бар. Жаздың күні аяғыңызды көрпеге орап жататын болсаңыз, бұл белгі бір аурудың алғашқы сипаттамасы екенін ескеріңіз. Аяқ-қолдың мұздауына онша мән бермейміз. Аяқ тоңса, жылы шұлық пен қалың аяқ киім киеміз. Ал қолға қолғап киеміз, немесе қалтамызға салып жылтамыз. Әйтеуір бір есебін табамыз. Алайда жыл 12 ай аяқ-қолыңыз мұздап жүретіндер қайтпеді. Бұл мазасыздық күннің салқындығынан болса, оның шешімін табуға болады. 2-3 рет аяқ-қолды ыстық суға салып, улау жасасаңыз жеткілікті. Ал жаздың күні аяғыңызды көрпеге орап жататын болсаңыз, онда сізге ойлану керек. Бұл белгі қандай да бір аурудың алғашқы симптомдарынан белгі болуы мүмкін. Аяқ-қолдың мұздауына мына жағдай себеп болады. Қимыл қозғалыстың аздығы, әсіресе бір орында отыратын жұмыс істеу аяқ-қолдың мұздауына себеп болады. Өйткені қозғалыстың аздығынан қанның айналымы дұрыс болмайды. Үнемі диета ұстау бұл да аяқ-қолдың мұздауына себеп болады. Өйткені ағза өзіне қажетті қоректі уақытында ала алмағандықтан. Қан жоғалту, дәрі қабылдау, анда-санда ауырып қалып, дәрі ішу аяқ-қолдың мұздауына себеп болмайды. Байқасаңыз, дәрісіз күні өтпейтін науқастармен және қандай да бір дәріге іс жүргізу, ағзаны тазалау, ұйқы шақыру, жүктіліктен сақтану, тәуелділіктің салдарынан аяқ-қол мұздап бастайды. Тамақтану уақыты мен ұйқы мен демалыстың өзгеруі. Мәселен, ұйқының уақыты өзгерсе, тамақтану тәртібіне міндетті түрде нұқсан келеді. Айталық, таңғы ұйқыдан 10-да тұрсаңыз, таңғы ас пен түскі ас бірігіп кетеді де, түскі ас 5 уақытына ауысады. Ал кешке асқа түннің бір уағында отырсаңыз, міне бұл өзгерістер ең алдымен асқазанның жұмысын бұзады және аяқ-қолдың мұздап жүруіне себеп болады. Артериялық қысымның төмендеуі немесе көтерілуі қауіпті белгілер болып табылады. Қан қысымының тым қатты көтерілуі қан ағымын бұзады. Қан ағысы өзгерген тұста адамның аяқ-қолы мұздап шығады. Жастың ұлғаюы адам қартайған сайын денсаулық сыр бере бастайды. Әсіресе 50 жастан асқан соң күнде бір ауру белгі беріп мазалайды. Өйткені гормонда, қан айналымда
зат алмасу да айтарлықтай өзгерістер орын алады. Жасы егде тартқандардың аяқ-қолдары жылымауына осы жағдайлар ықпал етеді. Қалқанша бездің жұмысының нашарлауы да аяқ-қолдың мұздауы арқылы көрініс береді. Одан қоса есте сақтау қабілетіңіз нашарлайды, үнемі тоңып жүресіз, қатты шаршайсыз, тырнағыңыз сынады, жүзіңіз қуқылданып, шашыңыз түсе бастайды. Ішек-құрт та аяқ-қолдың температурасына кері әсерін тигізеді. Өйткені ішектің ағзадағы құрттар тамырлардың жұмысына кедергі келтіреді де аяқ-қол мұздауына әкеледі. Тағы айта кететін жайт, одан бөлек тамақтану мәзіріне де мұқият болыңыз. Құрамы дәрумендер мен минералды заттарға бай тағамдарды тұтыныңыз. Мейлінше С дәрумені қайнар көзі болып табылатын кивиді, қарақатты, апельсин жиі жеңіз. Бұл қанның ұюын болдырмайды, ал жіңішке қан тамырлардың жағдайын жақсартқыңыз келсе, шекілдеуік пен жаңғақтарды көбірек тұтыныңыз. Ағзаны темірге байытқыңыз келсе, қара өрік, жұмыртқаның сарысы мен алманы үзбеңіз. Аз-аздан жиі тамақтаныңыз, спортпен шұғылданыңыз, жаман әдеттерден аулақ болыңыз. Кофеиннің орнын ыстық шаймен және шөп шайлармен алмастырыңыз. Ең маңызды әрі негізгісі аяқ киімді дұрыс таңдаңыз. Аяқты қыспайтын, терлетпейтін болуы керек. Жайлы аяқ киім жанның рахаты әрі қанның айналуына да септігін тигізеді.